Жемістерге тәтті дәм беретін глюкозаның молекулалық формуласы C6H12O6. Бұл глюкоза молекуласының 6 көміртегі атомынан, 12 сутегі атомынан және 6 оттегі атомынан тұратынын көрсетеді. Өзге қосылыстар секілді глюкозаның да құрамы тұрақты. Бұл жүзімдегі глюкоза мен апельсин шырыны не балдағы глюкозаның құрамы бірдей екенін білдіреді. Зат құрамының тұрақтылығы дегеніміз екі не одан да көп элементтен тұратын белгілі бір қосылысты, оны құраушы, қатынастары оңай өзгертілетін элементтердің қоспасынан ерекшелейтін қасиет. Төртіншілік аммоний тұздары жүйке жүйесіне әсер етуші маңызды биологиялық молекулалар. Ацетилхолин жүйке жүйесінің бойымен өтетін импульстардың таралуына атсалысады. Тобакорарин Оңтүстік Америка үндістерінің аңшылық кезінде жебеушіні жағу үшін тропикалық өсімдіктерден алатын аса қауіпті уы корареның белсенді ингредиенті болып табылады. Кораре жүйке жүйесін айтарлықтай зақымдап, кеуде бұлшық еттерін босаңсытады да, нәтижесінде зақымдалушы тұншығы бөледі. Декаметони бұлшық етті босаңсытуға арналған маңызды препарат. Алкил радикалдары ұзын болатын синтетикалық төртіншілік тұздар тиімді катиондық беттік белсенді заттарға жатады. Ұзын, гидрофобты алкил тізбегі полюсі сұйық майлар мен қатты майларға тартылады. Оң зарядталған азот атомы гидрофилді болады. Төртіншілік аммоний беттік белсенді заттары шашқа арналған кондиционерлерде, эмульгаторларда және статикалық зарядты азайтуға арналған құралдарда пайдаланылады. Сондай-ақ оларды ақаба суларды тазартуда қалқыма бөлшектерді су бетіне шығару мақсатында қолданады. Құрамындағы алкил тобы қысқарақ болатын төртіншілік аммоний тұздары бактерия, саңырауқұлақ және балдырларға қарсы күшті биоциттер болып табылады. Мысалы, олар ауруханаларда қолданылатын залалсыздандырушы сұйықтардың құрамында болады. Көптеген аминдер биохимиялық процестерде маңызды рөл атқарады. Адреналин бүйрек үсті безінен бөлінетін гормон. Адреналин қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғысын жиілетеді және өкпе жолдарын кеңейтеді. Адам немесе жануар қандай да қауіпті сезінген кезде қанға адреналин бөлініп, оған шайқасуға не қашуға белгі береді. Көптеген адамдар өз басын қауіпке тігуге құмар, өйткені олар адреналиннің кенеттен бөлінуінен ләззат алады. Америкалық сырғанақтар, банджи джампинг және экстремалды спорт түрлерінің сонша көп адамдарды қызықтыруының себебі де осыдан. Гистамин ағзаның аллергиялық реакцияларына жауап беретін амин түрі. Аллергия аллергендер деп аталатын шаң, тозаң, экзогенді ақуыздар, мысалы жәндіктердің уы, тағы басқа сияқты қарапайым қауіпсіз заттарға организмнің беретін иммундық жауабы. Аллергендермен әсерлесу гистаминнің қарқынды бөлінуіне әкеледі, нәтижесінде ісік пен қышу пайда болады. Сондай-ақ гистамин тыныс алу жолдарындағы бұлшықеттерді қысып, астма деп аталатын демікпе ауруына шалдықтырады. Бір қызығы, астма симптомдарын жеңілдететін қосылыс сальбутамол да амин болып табылады. Құрамындағы азот атомы ароматты сақинаға кіретін гетероциклді ароматты аминдер маңызды биологиялық молекулалар болып табылады. Пурин және пиримидин туындылары нуклеин қышқылдарының негізгі құрылымдық блоктары болып есептеледі. Ал хинолин малярияға қарсы егілетін препарат хининнің құрамдас бөлігі. Ақуыздар өсімдіктер мен жануарлар организмнің маңызды компоненті. Олар адам организмде көптеген маңызды функцияларды атқарады. Бірінші ретте, олар әртүрлі жасушалы құрылымдардың құрылыс материалы болып табылады. Олар біздің бұлшық еттерімізді құрайтын жіптердің құрамдас бөлігі. Ақуыздар тасымалдау қызметтерінде атқарады. Мысалы, қанның қызыл жасушаларының құрамдас бөлігі гемоглобин өкпедегі оттекті бүкіл дене жасушаларына таратады. Ақуыздар сонымен қатар бізді аурулар мен инфекциялардан қорғайтын иммундық жүйеміздің құраушысы. Гормондар деп аталатын ақуыздар тобы организмде жүретін алмасу процестеріне жауап береді. Гормондар белгілі бір органдардан бөлініп, қанға сіңіріледі және олардың қызметтерін реттеп, қадағалайтын ұлпалар мен басқа да органдарға таралады. Ақуыздар сондай-ақ адам организмдегі көптеген күрделі химиялық реакциялардың орындалуын қамтамасыз ететін қосылыстар ферменттердің де компоненті болып саналады. Шаш, тері және тырнақтар да ақуыздардан тұрады. Ақуыздар адам организміндегі жұмсақ ұлпалардың құрғақ массасының 75%-ын құрайды.
Көмір кен орындары өте ерте геологиялық дәуірлермен мерзімделеді. Сол кездері жер бетін алып қырық буындар, плаундар мен папоротниктер өсетін тропикалық ормандар жауып жатқан. Аталған өсімдіктердің қалдықтары жер қыртысының қозғалу нәтижесінде пайда болатын жабық жерлерде жинала берген. Мыңдаған жылдар бойы ауа қатысынсыз және жоғарғы температура мен қысымда шөгінді жыныстар қабатымен жабылған өсімдіктердің қалдықтары күрделі химиялық процестерге ұшырап, біртіндеп көмір кен орнына айналған. Егер сізде 2 велосипед рамасы мен 5 шина болса, бұлардан қанша тау велосипедін жинауға болады? Велосипедті құрастырып көрейік. Рамаға 2 шина қажеттелік. Бұл жағдайда реакцияның басты компоненті не болып табылады? Қайсысының мөлшері артық? Велосипедтердің саны ненің санымен анықталады? Рамалардың ба, әлде шиналардың ба? Зертханалық жұмысты бастамас бұрын, қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерімен таныс болуыңыз керек. Тәжірибелер қатаң түрде нұсқауларға сай өткізілуі керек. Және тәжірибеге қажет заттарды мүмкіндігінше дәл мөлшерде қолданған жөн. Әрбір химиялық реактив дұрыс қолданылмаған жағдайда қауіп төндіретінін есте сақтаңыз. Химиялық реактивтерді тамақ өнімдерін сақтауға арналған ыдыстарда сақтауға болмайды. Тәжірибе жүргізу кезінде тамақ жеуге тыйым салынады. Және жұмыстан кейін қолды жақсылап жуу керек. Қайнап жатқан сұйықтығы бар ыдыстың аузына үңілуге болмайды. Әрекеттеспеген қалдық заттарды шұңғылшаға төкпестен бұрын, оларды алдымен бейтараптандырып, әбден сұйылтылу қажет. Сынауықтың аузы өзіңізге немесе айналадағы адамдарға қарай қаратылмауы тиіс. Тәжірибені бастамас бұрын, тәжірибені орындау үшін қажет құралдармен толықтай танысып алған абзал. Әрбір ыдыс белгіленіп, қауіпсіз жерде орналастырылуы керек екендігін естен шығармау керек. Химиялық заттарды иіскеуде абайлық танытып, бөлінген газды өзіңізге қарай желпу керек. Әрқашан таза зертханалық ыдыстарды қолданыңыз, және оларды тәжірибеден соң бірден жуыңыз. Сұйықтықтарды сорып алу үшін резеңке грушамен жабдықталған тамшуыр қолданылуы керек. Сондай-ақ ескерту белгілеріне назар аудару қажет. Химиялық зертханаларда әдетте шыны ыдыстар жиі пайдаланылады. Сол себепті шыны ыдыстар сынған жағдайда олардың өткір сынықтары бізді оңай жарақаттай алады. Әрбір апатты жағдайды мұғалімге немесе өзге ересек адамға хабарлау қажет. Кесілген жерді майда шыны немесе өзге материал бөлшектерінен тазартып, сутек пероксидінің немесе этанолдың 70% ерітіндісімен шаяды. Содан соң жарақатты стерилденген дәкемен байлап қою керек. Электр құрылғыларын іске қоспас бұрын, іске қосу кабелі мен құрылғының еш жерінде ақау жоқтығына көз жеткізу қажет. Егер кабель істен шыққан болса немесе көзге көрінетін ақау анықталса, құрылғыны қолдануға немесе тіпті іске қосуға тыйым салынады. Сондай-ақ су немесе қандай да басқа реактивтер төгілген құрылғыны пайдалануға болмайды. Өйткені ол құрылғының істен шығуына немесе адамды тоқпен соғуына әкелуі мүмкін. Егер су немесе басқа сұйықтықтар іске қосулы тұрған құрылғыға төгілген болса, онда оны дереу қуат көзінен ажырату қажет. Қышқылдардың солы ерітінділерін дайындау кезінде қышқылды суға біртіндеп құю қажет, ал керісінше істеуге мүлдем болмайды. Ұйқасты есте сақта, көзбен көрде ойға түй, тек қышқылды суға құй. Бұл ереженің орындалуын әсіресе концентрлі күкірт қышқылының ерітіндісін сұйылту кезінде жете қадағалау керек. Өйткені бұл процесс
көп мөлшердегі жылудың бөлінуімен жүреді. Егер қышқылды суға дұрыс құйса, араластыру кезінде бөлінетін жылу бүкіл сұйықтық бойына бір қалыпты таралады. Егер зертханалық жұмыс барысында ыстық суға немесе басқа бір ыстық объектіге күйіп қалсақ, күйген жерді лезде суық ағынды сумен жақсылап шаю қажет. Шаюды бірнеше минут бойы жалғастырған жөн. Жүннен жасалған шалбарлар, белдемшелер мен кофталар өз көрінісін сақтап қалу үшін жиі үтіктеуді қажет етеді. Жүн дегеніміз қой сияқты жануарлардың түгі, сондықтан ол негізінен ақуыздардан тұрады. Жүн талшықтарындағы ұзын полипептидті молекулалар бір-бірімен сутектік байланыстар арқылы байланысқан. Бұл матаға механикалық беріктік береді. Сондықтан біз оны қолмен үтіктей алмаймыз. Бірақ сутектік байланыстарды судың немесе жылудың көмегімен үзуге болады. Бумен үтіктеу бұл екі факторды да біріктіреді. Сондықтан сутектік байланыстар үзіледі де қысым матаны тегістейді. Мата суып, кепкен соң сутектік байланыстар қайта түзіліп, келесі қолдануға дейін өзінің тегістігін сақтайды. Үтіктеу сутектік байланыстар арқылы байланысқан ұзын целлюлоза молекулаларынан тұратын мақталы матаға да дәл осылай әсер етеді. Кейбір ақуыздар күрделірек құрылымдар түзеді. Олар өзге дара тізбекті ақуыздармен немесе тіпті қант, органикалық лигантты металл комплекстер сияқты ақуыз емес молекулалармен де байланыса алады. Мысалы, гемоглобин молекуласы 4 құрылымдық бірліктен тұрады. Әр бірлік мұқият құрылған полипептидтік тізбектен түзілген. Олардың фрагменттері альфа-спираль түрінде құрылған. Әрбір бірлікте орталық темір 3 ионмен байланысқан жалпақ гем молекуласы бар. Ол гемоглобинге қызыл түс береді. Гемоглобин оттектің өкпеден қайтымды байланысуын және қан арқылы организмнің барлық ұлпаларына тасымалдануын қамтамасыз етеді. Шаш өте ұзын молекулалы ақуыз кератиннен тұрады. Бір тал шашта кезектесе орналасқан мыңдаған кератин молекулалары болады. Молекулалар цистин бірліктері арасында түзілген дисульфидтік көпіршелер арқылы байланысқан. Бұл шашқа белгілі бір дәрежеде тұрақтылық береді. Сондықтан тік шашты бұралағанда ол өзінің алғашқы қалпына қайтып келеді. Химиялық бұралау кезінде шашқа алдымен әлсіз тотықсыздандырғыш жағады. Бұл дисульфидтік байланыстарды үзіп, оларды SH топтарына айналдырады. Енді шашты бұралаған кезде жеке кератин молекулалары бір-бірінің бойымен жылжи алып, жаңа пішінге бейімделе алады. Бұл сатыда шашқа сутек пероксиді сияқты жұмсақ тотықтырғыш жағылады. Осының әсерінен дисульфидті көпіршелер қайтадан, бірақ әртүрлі жерлерде түзіледі, ал шаш ұзақ уақыт бойы бұралығын сақтайды. Сүзу суда ерімейтін қатты заттар су секілді сұйықтықпен араласқанда қолданылады. Сүзу қоспаның майда тесіктері бар сүзгі арқылы өтуімен сипатталады. Ірі бөлшектер сүзгі арқылы өтпейді, ал сұйықтықтар мен ерітінділер өтіп кетеді. Қалдықтарды өртеудің бірқатар артықшылықтары бар. Біріншіден, өртеуден кейінгі күл бастапқы қалдық салмағының 30%-ын және көлемінің 10%-ын ғана құрайды. Бұл қоқыс полигондарында көп орын үнемдеуге мүмкіндік береді. Екіншіден, қоқысты өртейтін зауыттар электр энергиясын өндіруде және суды қыздыруда қолданылатын энергияның көзі болып табылады. Алайда қоқысты өртеудің бір түбегейлі кемшілігі бар. Қоқыс жағылатын пештер атмосфераға көптеген зиянды заттарды шығарады. Нәтижесінде олар қоршаған ортаны ластап, адамдар мен жануарлардың денсаулығына зиян келтіреді. Қазіргі уақытта өнеркәсібі дамыған мемлекеттерде қатты қалдықтардың жуықтап 6-8% өртеледі. Тасқа айналған қалдықтар теңіздер мен мұхиттардың түбінде шөккен өлі өсімдіктер мен жануарлардан түзілген. Өлі организмдердің қалдықтары су түбіндегі лайға жеткенде өз пішіндерінің ізін жұмсақ шөгіндіде қалдырады. Уақыт өте келе, лай қабаты қатая түсіп, организмдердің жұмсақ бөлшектері тасқа айналуы кезінде лайда
бос кеңістік қалдырып отырады. Осылайша бұл кеңістіктер жануарлардың, олардың сүйектерінің, құс қанатының немесе бақалшақтың жапырақтар мен өсімдік сабақтарының пішінін сақтап қалады. Кейде бос іздер маңайындағы жыныстардың минералды тұздарымен толып қалады. Тұздар сол организмдердің ізінің пішінін толтырып қатады. Кейде сүйек, бақалшақ, сабақ немесе қабыршақ сияқты қатты ұлпалар минералды тұздарға байып, қалдықтарды жыныстарға айналдырып отырған. Миллиондаған жылдар өткеннен кейін бұл теңіздер тартылып қалғанда немесе бұл шөгінділер жер бетіне шығарылғанда жыныстардың эрозиясы тасқа айналған қалдықтардың бетін қайта ашты. Тасқа айналған организмдер тіпті Эверест шыңының бөктерінде де табылған. Бұл осы аймақтың бір кездері су астында жатып, кейіннен жер қыртысының қозғалысы әсерінен қайта көтерілгендігін дәлелдейді. Шөгінді жыныстар құрамында еріген тұздардың мөлшері көп болатын теңіз суының булану нәтижесінде түзілуі мүмкін. Судың біртіндеп булануы шөгінділердің тығыз қабатын түседі. Тас тұзы, сильвин, гипс және ангидрит осылайша түзіледі. Кристалды магмалық жыныстар су, жел және температура ауытқуы әсерінен жарықшақтарға бөлінген. Ақыр соңында жел, су және мұздықпен тасмалданған тау жыныстары су организмдерінің қалдықтарымен бірге су қоймаларының түбіне шөгеді. Уақыт өте келе шөгінділер қабатының қалыңдығы ұлғая түседі. Шөгінділердің жоғарғы қабаттары төменгі қабаттарды қысады. Жоғарғы қабаттар түсіретін қысым сондай-ақ төменгі қабаттардан суды қысып шығарып, бос бөлшектерді цемент сияқты байланыстырған тұздың кристалдануын тудырады. Осылайша шөгінділер біртіндеп қатты жынысқа айналады. Шөгінді жыныстар жер бетінің шамамен 75%-ын алып жатыр, яғни олар кең таралған. Алайда магмалық жыныстар сияқты қалың қабаттар түзбейді. Шөгінді жыныстың көлденең қимасы оның тарихы жайлы сыр шертетін көптеген қабаттардан тұрады. Жаңа қабаттар әрдайым ескі қабаттардың үстінде орналасады. Шөгінді жыныстар түйіршіктелген құрылымды және күңгірт бетті болады. Олар жұмсақ әрі жеңіл сырылады немесе сынады. Шөгінді жыныстардың өзге ерекше қасиеттерінің бірі олардың қатпарлылығы. Шөгінді жыныстардың құрылымының қатпарлы болуы шөгінді құрамына, цемент түріне, компоненттерді қысу деңгейіне және түйіршіктерінің көлемі мен түсіне тәуелді шөгінді материал қасиеттерінің өзгеруіне байланысты. Қабаттың қалыңдығы бірнеше сантиметрден бірнеше метрге дейін болуы мүмкін. Қабаттарда әртүрлі тасқа айналған қалдықтарда бола алады. Егер құрамында кальций карбонаты бар жынысты тұз қышқылмен өңдейтін болсақ, жыныстан газ көпіршіктері бөлініп, көбік түзеді. Бөлінген газ әк суын лайлайды. Бұл газ тәрізді өнімнің көмір қышқыл газы екенін білдіреді. Ол кальций гидроксидімен әрекеттесіп, кальций карбонатының ерімейтін тұнбасын түзеді. Бұл әдіс кальций карбонатынан тұратын әктас пен бор сияқты шөгінді жыныстарды анықтауда қолданылады. Зертханалық жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерімен таныс болуыңыз керек. Тәжірибелер қатаң түрде нұсқауларға сай өткізілуі керек. Және тәжірибеге қажет заттарды мүмкіндігінше дәл мөлшерде қолданған жөн. Әрбір химиялық реактив дұрыс қолданылмаған жағдайда қауіп төндіретінін есте сақтаңыз. Химиялық реактивтерді тамақ өнімдерін сақтауға арналған ыдыстарда сақтауға болмайды. Тәжірибе жүргізу кезінде тамақ жеуге тыйым салынады. Және жұмыстан кейін қолды жақсылап жуу керек. Қайнап жатқан сұйықтығы бар ыдыстың аузына үңілуге болмайды. Әрекеттеспеген қалдық заттарды шұңғылшаға төкпестен бұрын, оларды алдымен бейтараптандырып, әбден сұйылтылу қажет. Сынауықтың аузы өзіңізге немесе айналадағы адамдарға қарай қаратылмауы тиіс. Тәжірибені бастамас бұрын, тәжірибені орындау үшін қажет құралдармен толықтай танысып алған абзал. Әрбір ыдыс белгіленіп, қауіпсіз жерде орналастырылуы керек екендігін естен шығармау керек. Химиялық заттарды иіскеуде абайлық танытып, бөлінген газды өзіңізге қарай желпу керек. Әрқашан таза зертханалық ыдыстарды қолданыңыз, және оларды тәжірибеден соң бірден жуыңыз. Сұйықтықтарды сорып алу үшін резеңке грушамен жабдықталған тамшуыр қолданылуы керек. Сондай-ақ ескерту белгілеріне назар аудару қажет.